Болаттың демалысы аяқталып, жұмысына кетер күнде жақындады. Ертең ауылға қайтам деген күні Болат Бануға үйленгісі келетіні жайында айтып еді. Болат, Гүлжауһар арқылы саған алдында күйеуге шықпайтынымды айтып едім ғой. Анам жалғыз, ағам да інім де үйленген жоқ. Сіңілдерім де жас. Ең болмаса ағам мен інімді үйлендіргенше анамның жанында болуым керек. Анам бір өзі ештеңе жасай алмас. Бауырларымды аяқтандырғанша мен күйеуге шықпаймын, деп баяғы әңгімесін қайталады. Бауырларыңа көмектессем, үйлендірем, үй қылам деген маған қатты ұнап қалды. Алайда, бас екеу болмай, мал екеу болмас деген. Бауырларыңа жалғыз жүгіргеннен екеуміз бірге көмектесер едік қой. Жаны нәзік қыз баласың. Бір өзіңе бауырларың үшін шырпыр болып жүгіру оңай емес екен мен түсінбейді дейсің бе? Жалғыздың шаңы шықпас деген. Бір адамнан гөрі екеуміз бірге көмек жасайық. Мен өзімнен басқаны ойламайтын тоқша жан емеспін. Екеуміз бас қоссақ, сенің бауырларыңа қолымнан келгенше көмегімді жасауға әзірмін. Келесі демалысында келем саған. Оған дейін ойланып жауабыңды береді деп үміттенемін. Әрине, күт десең тағы бірнеше жыл күтуге де әзірмін. Алайда уақытта тоқтап тұрмай зулап өтіп жатыр. Енді тағы бірнеше жыл күтетін болсақ, жасымыз 30-дан асып кетеді. Сондықтан тезірек шешім қабылдағанымыз дұрыс шығар деп ұзақ сөйледі. Бұрын сатып алғанда етіп аузынан сөзді әрең шығатынын Болаттың мына сөйлеуіне қыз аң-таң болып қарап қалыпты. Екеуі әңгімелесіп келе жатып, Банудың үйіне келіп те қалған екен. Аулаға жақындай бергенде Бану сыртта тұрған әжесін көріп шошып кетті. Келесі демалысына келгенше жауабын беретін болып, Болатпен жылдамдатып қоштасты да Бану қыз әжесіне тұра жүгірді. Ішінен, тыныштық бекен, үйде тағы ұрыс-керіс болып, шешемнің төбе құйқаны шымырлатар қарғысына шыдамай, әжем далаға шығып кетті мекен, деген ой. Жоқ, бәрі дұрыс екен. Бану кешіккен соң үйде шыдап отыра алмай немересін іздеп шығып тұрған бет екен. Банужан, ана бала кім? Деп қасына келген немересінен сұрап жатыр. Бану бұл сұраққа жауап беруге қысылып, үнсіз үйге кіріп кетпекші болғанымен, әжесі немересін тоқтатып алды. Енді жасырып қалуға еш негіз жоқ екенін білген Бану, бұл жігіттің басқа облыстан екенін, студент кезінен бері танитынын, өзіне тұрмысқа шығуға өтініш айтып жүргенін, алайда бауырларына қамқор болам деп алдына мақсат қойғандықтан жігіттің өтінішін қабылдамай жүргенін әңгімелеп берген болатын. Өзіне бұл жігіт ұнай ма деп әжесі кері сұрақ қойып еді. Бану үнсіз қызарақтап басын изеді. Ендеше бұл балаға келісіміңді бер айналайын. Бауырларымды қамқорлаймын деп жүргеніңде дәуренің өтіп кетеді. Адам баласы өмірге келген соң үй болып ұрпақ жалғастыру керек. Жақсы жігіт екеніне көзің анық жетіп тұрса, тұрмысқа шық, бауырларыңа қарайлама. Бірдеңе қылармыз деп әжесі немересінің маңдайынан сүйді. Әжесінің ақ батасын алған күннен бастап Бану ойлана бастады. Қазір-ақ артына қарайламай кете берер едім-ау. Тек ең болмағанда ағасы мен інісінің біреуін аяқтандырғанда ғой шіркін. Ағасымен әңгіме үстінде көңіліне осы ой кетпей отырған Бану, Асқар, үйлесейші. Қастарында болғанда үлкен той болмаса да ел қатарлы тойларыңды жасауға көмектесейін деп сұраулы жүзбен қарап еді. Қарабасымыз әрең сүйіп жүрген үйге біреудің әлпеште өсірген қызын алып келіп, қорқылар жайым жоқ деп ағасы дөңк етті. Бұл ағасы едәуір тұтығып сөйлейді. Ағасының осы кемшілігін де Бану іштей шешесінен көреді. Сәби шағында қатты сабап, содан қорқып қалған баланың тілі текеш болып қалды ма екен, кім білсін. Тек бұған нақты дәлелі жоқ.
Ақыры бірнеше күн толғанған қыз Болаттың келер күні жақындағанда келісім беруге шешім қабылдады. Болат та Банудың келісімін алған соң сүйіктісін тезірек қолына қондыруға асығып, қыздың еліне құда жібермекке ауылға кетті. Ал Бану той қамына кіріспес бұрын жанталасып үйдің несиесін түгендей өтеді де, үлкен тойға шамасы жетпейтін болған соң ағайын туыстың ақ батасын алып, үйден кішігерім шай беріп аттанатын болып шешті. Екі жастың қуаныштары күндері де келіп жетіп, Болат қасына екі құда мен бір куәгер жігітті ертіп, сый-сияпатын арқалап келіп, сүйіктісін қолына қондырды. Алайда, тойға дейін несиесін түгелі өтеп болған соң, бар жиғанын қонақтыға арналған Бану үйден жасаусыз ұзатылды. Болаттың ата-анасы қайтыс болған екен. Алдында 4 әпкесі, 2 ағасы және соңына ерген Гүлжауһар қарындасы мен ең кенже інісі бар екен. Болаттың бауырлары Бануды құшағын жая қарсы алып, дүркіретіп тұрып тойларын жасады. Әсіресе ең жақын құрбысының өзіне туған жеңге болып келгеніне Гүлжауһар мәз-мейрам. Жеңгесін қайта-қайта құшақтап сүйе береді. Той өтіп, етек жеңгерін жинастырған соң Болат бақталық қызметіне кетті де, Бану үй шаруашылығына белсене араласып кетті. Көзін ашып, жан-жағына танығаннан бері қатал шешесінің айқайы мен қарғысынан басқаны естімеген қыз, сүйіктісінің бауырларының тату өмірлерін көріп, осындай азаматпен екінші өмірін жалғастырып жатқанына дән риза болса да, өз бауырларын ойлағанда олар қандай күйде жүр екен деп іштей күрсініп алатын. Сөйтіп жүргенде арада көп уақыт өтпей әжесінің өмірден озғаны жайлы қаралы хабар келіп, Болат пен Бану дереу ауылға жиналды. Әжесі ұзақ ауырмаған екен, жегін-желпі тұмауратып жүрмін деп жүріп ұйқысынан оянбай қалыпты. Әжелерін ақ жуып, арулап, жер қойнына тапсырған соң, жастар үйлеріне қайтуға жиналды. Үйдегі балалардың тапқан табыстары ештеңеге жетпейді. Әжелерінің 40 күндігі мен 100 күндік дұғалары, сен көмектеспесеңдер, басқа көмектесетін ешкім жоқ. Қызымызды қолымыздан келгенше оқытып, дипломын алып беріп қолыңа тапсырдық. Енді бізге де қарайласып көмек қолын созып тұрыңдар, деп анасы Болатқа тапсырма бергенде, оқыттым дейді ғой, ұялмай, деп күбірлеген Бану іштей мырс еткенімен сыртына шығарып ештеңе айта алмады. Апа, алаңдамаңыздар, қолымыздан келген көмегімізді аямаймыз. Мен дұға дастархан өтетін жақындағанда келермін, ал Бануды көмектесуге ертелік жіберем ғой. Сол кезде қаражатты бірге беріп жіберем, уайымдамаңыздар, деп ештеңеден бейхабар күйде сымбырлап отырған Болатты аяп кетті. Әжесінің әрбір дұға дастарханына барған сайын, менің анам болса өмірден өтіп кетті. Енді сенің анаң екеумізге ортақ, апама сыйлыққа жақсы көйлек ала баршы деп Болат Бануға тапсырма беретін. Сол кісінің жаныңа өте жақын тартпай-ақ қойшы. Сен жақсы көретіндей жақсы адам емес ол, деп бірде Бану шыдамай айтып салды. Бану, ол не дегенің? Анашыңа деген бала кездегі бір өкпеңді кешіре алмай жүрмісің? Ата-ана болған соң баласының сотқарлығын жазалайды. Кезінде папамыз бен мамамыз бізді де жазалайтын. Одан жаман болмадық. Керісінше папа мамамызды тек қана сағына еске аламыз. Қой, ондай әңгімеңді деп Болат келіншегін әрі қарай сөйлетпеді де, бұл әңгіме осымен тоқтады. Бірақ сендер ата-аналарыңды өздеріне жасаған жақсылықтары мен төккен мейірімдерін еске алып сағынасыңдар. Ал мен шешем өлсе, біздің басымыздан таяқ пен қарғысын айырмайтын еді-ау деп есіме алатын шығармын, деп ойласа да ойын ашып айта алмады. Арада бірнеше жыл өтті. Бану әр ай сайын қанша үміттенсе де құрсағынан бала біте қоймағанына алаңдай бастады. Арасында шешесінің өмір пұшпағын қанамасын, артыңнан қара ермесін
деген қарғысын есіне алып, сол кісінің қарғысы қабыл болып кетпеді ме екен деп қатты қорқатын. Болат екеуі дәрігерге де қаралып көрді. Онымен дәрігерлер екеуінен де еш ақау таппай қойған еді. Сөйтіп жүріп, арада бірнеше ай өткенде жұмыста отырған жерінен Гүлжауһар құлап қалып, жансақтау бөліміне алып кетті деген суық хабар жетіп, Гүлжауһардың бауырлары жылай-еңірей ауруханаға жүгірді. Гүлжауһардың жұмысында келеңсіз жағдай орын алып, соған қатты мазасызданған қыздың қан қысымы қатты көтеріліп, ес-түссіз құлаған екен. Бірнеше сағаттан соң есік алдына шыққан жансақтау бөлімінің дәрігері: "Пациентті инсульттың өте ауыр түрі ұрған. Ес-түссіз жатыр. Қолымыздан келген істеп бағудамыз. Алайда әліміз келетін емес. Бұл дерт 1000-1 адамда ғана болады. Тірі қалуы екіталай. Аман қалуына тек 10% ғана мүмкіндік бар. Тірі қалғанның өзінде енді өмір бойы төсекке таңылады. Тіпті сөйлей де алмайтын болып қалады. Бізде бұл дертті емдейтін мықты дәрігерлер жоқтың қасы. Тек қана Астанаға апарған дұрыс еді, бірақ ол жаққа апаруға қыздың жағдайы көтермейді. Не болса да дайын болыңыздар" деді. Мына сөзді естіген Гүлжауһардың бауырларынан естерінен танып қала жаздады. Көздері бұлаудай болып, бауырлары жылай-жылай жүріп кездесіп, Гүлжауһардың қасында болуға рұқсаттарын алды. Өз кезегі келгенде Бану қайынсіңлісінің қасында жатуға келді. Гүлжауһар сұп-сұр болып жатыр екен. Тіршіліктің нышанында сезілмейді. Жасанды аппараттың көмегімен ғана демалып жатыр екен. Күні кеше өзіме ойнап күліп жүрген жан, досының тірі өлік болып жатқанының жүрегі езіле жүріп, қыздың дәреттерін жинады. Аузына кигізген шланкасын дұрыстап, досының бетіне бірнеше минут үңіліп отырған соң: "Аман жүрсем, енді сені өзім бағып қағам жаным, тек есіңді жисаң екен" деп уәде беріп отырып егіле жылады. Сол күннен бастап Бану Гүлжауһардың қасында күні-түні отыратын болды. 10 шақты күннен соң Гүлжауһардың бойынан тіршіліктің нышанын сезініп, саусақтары қимылдай бастағанда, Бану қыз өшкені жанғандай қуанып, қайнәпкелерінің бәріне хабарлады да қайынсіңлісінің жыбырлаған саусақтарын сүйгілеп: "Жаным, ояншы тезірек, әлі-ақ жазылып кетесің, мен саған сенем" деп қайталай беріп еді. Оның бәрін естіп, бірақ қозғалуға шамасы жетпей, дәрменсіз халде жатқан Гүлжауһардың кірпігінен бір тамшы жас үзіліп түсті. Сол күннен бастап Гүлжауһар сәл оңалып, беті бері қарағандай болғанымен, өздігінен тамақ іше алмайтын. Күнде 2 мезгіл үйден ыстық сорпа пісіріп, әкеліп, өз қолымен ішкізіп жүрді. Бірнеше ай өткен соң Гүлжауһар орнынан тұрып, алға 2 қадам аттайтындай халге жетті, бірақ сөйлей алмайтын. Гүлжауһардың орнынан тұрғанына қуанған бауырлары қызды Астанаға апарып емдету үшін жұмыстанып бастаған болатын. Бәрі жұмыста болғандықтан ақылдаса келе Болаттың демалысында Болат пен Бануды ертіп жіберетін болып шешті. Астанаға барған соң үлкен профессорларға қаратып еді. Олар да: "Мынандай дертпен құлаған адамды орнынан қалай тұрғыздыңдар? Мұндай аурумен ауырған адамның орнынан тұруы өте қиын еді ғой" деп таң қалып бастарын шайқады. Сөйтіп Гүлжауһар қыз жеңгесі мен бауырларының табандылығының арқасында бір өлімнен аман қалғанымен қоймай, орнынан тұрмайды деген қатаң үкімді жеңе білген еді. Алайда мықтап соққан аурудың әлсіреп қалған қызды үйден баптап күтетін адам керек болып, Бану тағы да сәбилі болам деген арманын артқа шегеріп, қайынсіңлісін әрі қарай емдетуге бел байлады. Араға 2 жылдан астам уақыт салып, Гүлжауһар мүлдем сауығып кетпесе де, ақырын сөйлеп және өзі жүріп тұратын халге жетті. Гүлжауһардың аяғынан тұрғызған соң Бану да сәби сүйгісі келетін арманын іске асырғысы келіп, дәрігер жағалап еді. Онымен еш нәтиже болмай, сәби сүйсем деген арманы алыстап бара жатқандай болған соң: "Болат,
бір-бірімізді қанша жақсы көрсек те, бір шақалаққа зар болып жүргеніміз жаныма қатты батып жүр. Жасың болса 40-қа таяп қалды. Үмітің үзілмей тұрғанда ажырасайық. Өзіңе сәби сыйлай алатын адаммен бас қосшы. Сені ұрпақсыз қалдырғым келмейді, деп еңіреп жылаған еді. Неге олай дейсің? Әлі де сәби сүйге кеш емес. Тіпті болмаса балалар үйінен бір сәби асырап алайық. Маған ендігәрі ондай сөзді айтушы болма. Сенен басқа әйелдің маған қажеті де жоқ, деп Болат Бануды одан әрі сөйлетпеді. Осы әңгімеден соң Болат ойын әпкелеріне айтып көріп еді. Інілерінің сәбилі болмай жүргені жандарына батып жүрген әпкелері де бауырларының сөзін бірден қостап, балалар үйінен сәби алуға жұмыстанып та кетті. Араға бірнеше ай уақыт салып, сол бақытты күнге де қолдары жеткенде Болат пен Банудың қуаныштарында шек жоқ еді. Жаңа туған шақалақты әкеліп Банудың бауырына салғанда, сәбидің құшағына қысқан келіншектің буыны босап кеткені соншалық. 62 тамыры иіп, омырауынан сүт тамшылап аға бастады. Бақыттан бастары айналған екі жұп сәбиге Қуанышбек деген есім беріп, азан шақырып, атта қойдырды. Міне, бақыт дегенің байлық пен мансап емес, сәбидің өлі екенін түсінетін жандар осылай бақыттарына қол жеткізген тұғын. Алайда сәбиін аймалап, бақыттан басы айналып жүрген Бану сол кезде алда өзін әлі қандай сынақтар күтіп тұрғанын сезбеген де еді. Туған інісі телефон соқты. Гүлден көрші ауылдың жігіті алып қашып кетіпті. Гүлден ол жігітті танымайды да екен. Бірақ барған жеріне келісімін беріп қалып қойыпты. Бәлкім, өз үйінде берекесіз өмірден шаршап, басқа үйден тыныштық іздеді ме екен? Кім білсін? Шешесінің қыздарына дүние апармайтынын жақсы білетін Бану бұл хабарды естіген соң Гүлденнің артынан жасауын жасауға кірісіп кетті. Алдында Банудың күйеуге жасаусыз кеткенін көрген соң осы Гүлден біреулерге жалданып, ақша тауып, сол қаражатқа әпкесіне 6 көрпе тігіп, қатынасқан көліктен салып жіберген болатын. Жаңа түскен келінің жасаусыз барғаны да қиындау болатын жақсы білетін Бану Гүлденге қолынан келгенше көрпе төсегі мен ыдыс аяғын жинап, өз қолымен апарып берген болатын. Сол кезде Гүлденнің күйеуі өте дөрекі, арақ құмар екенін көріп, үйіне көңілі түсіп оралды. Сөйтіп артынша екінші сіңлісі де күйеуге шығып үлгерді де, ол қызға да шамасы жеткенше көрпе төсегін жасап жеткізіп берді. Бірақ күйеуге тегеннен кейін арасында 1 жыл салып, бірі артынан бірін 2 сәбилі өмірге әкелген Гүлден екінші бөпесін босанған соң төсек тартып жатып қалды. Ауруханада біраз жатқан соң дәрігерлер үйге шығып, қалған ең домын аяқтап алу керек екенін айтқан соң, соны естіген Гүлденнің күйеуі ауру қатынның керек жоқ, маған үйлеріңе алып кетіңдер, деп Гүлденнің бауырларына хабарласып, ағасы келіп Гүлденді ауылға алып кетіпті. Ал күйеуі балаларды бермей қалған екен. Осының бәрін телефон арқылы естіп жүрсе де, Бану кішкене Қуанышбегімен әлі өздігінен далаға шыға алмайтын қайынсіңлісін тастап бара алмайтын болғандықтан, байдан да бағы жанбаған сіңлісін ойлап күрсінгеннен басқа амалы жоқ еді. Жалғасы бар. Авторы Әлия Досмұхан.